Ыбырай Алтынсарин, әділдік тамашалаймыз. Хусейн қазының терезесінің алдына екі жаман киімді тіленші келіп бұлай дейді. Құдай үшін қайыр беріңіз. Құдай өзі бері, барыңдар! Шын өтініш, қайыр берсеңізші. Ей тіленшілер, басымды ортпай кетіңдер! Аққазы, бейшаралыққа бір нәрсе берсеңші. Мұна бір екі қыдыранды зынданға тастаңдар! Бұнан соң 3 күн өткен соң қазының үйіне көп қонақтар келіп, қазының үйінің той болады. Жарқыраған алтын, шамасыз сәулет, өзінің терезесін ашып, мүфтимен әңгімелесіп, көзін Бағдаттың қаласына салып отыр екен. Ана күнгі екі тіленші тағы келіп бұлай дейді. Қуаныштарыңыз қайырлы болсын. Осы қуаныш үстінде бізге бір нәрсе беріп қуаныштық Хусейн қазы. Осы екі қыдырынды тіленшілер екінші рет келіп беймаза етті. Қалипа қазіргі осындарға жасап жүрмайды. Сөйтсе де бұл жолы беріксізді болса, осы екі тіленшіні ұстатып кісендетемін. Бағдаттай қаланың сынын бұзып қыдырып жүрмесін. Қазы, мен сені қыз қойғанымда жұртқа қайырлы, байға жарлыға бірдей ақ сарағат би болар ма екен деп үміт етіп едім. Бұл жаңылысыма тоба қылдым, тоба! Жапар, мұна оңбаған құртты алып әділ жазасын бер. Жұртым көріп білсін, патшаның құрығы ұзын екенін. Ертеме кешпе қылған жамандық патшаға білінбей қалмайтынын. Білінсе, үлкен кішілікке қарамай жаза тартатынын. Ал кетіңдер мынаны. Жиылған қонақтар бұларды танып, аяқтарына қуап жығылысты. Тіленші болып келіп жүрген Харуаншар деген Қалипа патшасы қасындағы Жапар деген уәзір екен.